Бақытты өмір сүр. Имаме жақсыз бақытты өмір сүрудің кілті. Бұларды есіңде бекем сақта. Ілімізде көп оқы. Өйткені кітап оқу қайғы мұңнан арылтады. Тәубе қылып жаратқаннан кешірім сұрауды тоқтатпа. Аллаға қарсы келуден қаш, өйткені күнәлар өміріңді улайды. Құранда әрдайым ой жүгіртіп оқып, Алла тағаланы есіңе ал. Басқаларға жақсылық жаса, көкірегің кеңейіп, өзіңді бақытты сезініп қаласың. Орынсыз қорқақтық шайтаннан ер жүрек бол. Өйткені ер жүректік өзіңе сенуге және бақытты болуға жәрдем береді. Жүрегіңді кек сақтаудан, көреалмаушылықтан, жек көруден, сараңдықтан және басқа жаман аурулардан тазала. Барлық істе, тамақтануда, ұйқыда, елмен араласуда, сөз сөйлеуде шегін сақта. Артық жүк жолаушыға азап болады. Бүгінгі күніңді жақсылап өткіз. Өткен уақыт пен келешекті уайымда уақытыңды бекер құртпа. Қайратты еңбек пен пайдалы әрекеттер саған уайым мен қиындықты ұмыттырады. Кескін келбетте, материалдық байлықта, тұрмыс-тіршілікте, денсаулықта өзіңмен төменділерге қара. Өмірде кездесетін түрлі қиындықтар мен ауыр сынақтардың алдын ала дайын бол. Дайындығың болатын болса, сен үшін қатты соққы деген болмайды. Жаман ойлардан алыс бол. Әр нәрсенің жаман жағын ойлаудан сақтан. Жақсылықтан, рахат тұрмыстан айырылып қаламын. Сар уайымға салынба. Келешекте жамандықтан қорықпа. Әр істе бір Аллаға тәуекел етіп үйрен. Түймедейді түйедей етпе. Ұсақ түйек қиыншылықтарды ауруға балама. Кесепат болып кетсе қайтем деп ойлай берме. Әр нәрсенің өз уақыты, өз шешімі болады. Басыңа келетін нәрсе бәрібір сені айналып өтпейді. Ал енді саған келмейтін нәрсе бәрібір келмейді. Тұрмыста қарапайым өмір сүріп, артық ысыраптан алыс бол. Өйткені артық ысыраптық аздырады. Денеге құл болу руханиятын тудырады. Алла тағаланың берген сыйларын саған келген сынақтармен салыстыр. Сонда сен жолыққаныңа қарағанда алған нәрсенің көбірек екенін түсінесің. Қайғыға батқан болсаң, өзің және айналаң үшін қандай жақсы нәрсе жасай алатыныңды ойла да, жұмысқа ықыласпен кірісіп кет. Егер де біреу саған жаман сөз айтса, оның сөздері саған емес, өзіне зиян алып келерін біл. Сондықтан ол туралы ойланбай қой. Әр нәрсенің жаман жағын емес, жақсы жағын ойла. Өйткені жақсы көңіл-күй бақыттылықтың кепілі. Ешкімнің саған рахмет айтуын күтпей, жаратқаннан ризалығы үшін ғана басқаларға жақсылық жаса. Өзіңе және айналаңа пайда алу келу үшін жан дүниеңе жақын кәсіпті таңда. Қандай жұмыс қылсаң да, шын ниетпен, мүлтіксіз жасауға әрекет қыл. Сонда ол жұмыс өміріңді бақыттың бір бөлігіне айналады. Әрбір істе жігерлі бол. Жаратқан саған берген жақсылықтар туралы көп ойлан. Ол жөнінде айтып жүр және Аллаға шүкір ет. Жаратқан саған берген жақсылықтар туралы көп ойлан. Ол жөнінде айтып жүр және Аллаға шүкір ет. Алла саған берген денсаулық, мал-мүлік, отбасы, жұмыс сияқтыларға разы бол және олар үшін шүкір бол. Басқалардың жақсы жақтарын көруге әрі бағалауға тырысып, ал жаман жақтары болса көз жұма қарап үйрен. Барлық жағынан идеалды кісі болмайтынын түсін, әрі бұл бірінші кезекте өзіңе байланысты екенін есіңде болсын. Өсек аяңға көңіл бөлме. Басқалардан кемшілік іздеме және қате жіберіп бір жаман іс жасауын күтіп, әрбір қадамын аңдыма. Өйткені бұл саған да, оларға да жақсылық алып келмейді. Спортпен шұғылданып, денсаулығың туралы көп ойлан. Өйткені денсаулығы мықты адамның ой сезімі сергек болады. Алладан кешірім мен жақсылық тілеп, әрдайым дұға қылып жүр. Қорыта келгенде бақытты өмір сүру үшін тек қана күле білу керек. Ал менің оқырмандарым, жүректеріңізге жақын қабылдамаңыздар. Осы айтқан кеңестерді бекем ұстанатын болсаңыздар, сіздердің бақытты болуларыңызға ең үлкен ықпал болатын болады. Канал ұнап жатса тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тек осындай мұңаймай, күліп, бақытты өмір сүрудің бір септігін тигізетін жақсы шығармалармен бөлісетін боламын.